Так, мына суды әлі де сенбейді өтірік деп жатасыздар ғой, кеше ғана шыққан сияқты болып көрінеді. Бірақ қазір соңынан көрсеңіздер, апамыз, Сәуле апамыз, мен де танымаймын, қазір айтатын болады. Бұл суды ойлаңыздаршы, 1986 жылы басына барып ішкен ғой. Сіздер қазір шықты деп ойлап жатсыздар ғой, Бірақ апа, сол кезде сіздер қай жақтан бардыңыздар, қалай болды бұл бұлақтың басында? Толығымен айтып кетіңізші. Біз 86 жылы Екібастұз районының Ақкөл деген ауылына бардық енді. Екібастұздан бардық. 5 кісі бардық, сол жолдасым барды. Сосын жолдасымның інісі, мамасы, апасы, сол 5 кісі бардық. Осында пойызбен сол бәлен күн жүріп, сол басына бардық. Басына барсақ, кәдімгідей бұлақтардан су ағып тұр. Бірінші ана бұлақ деген естігеніміз ана бұлақ деп бардық қой енді. Біреуден естіп, онда біздің жақтан көп кісілер барды. Содан естіп, сосын біз де бардық. Асқазаным ауырды, жолдасым аллергия болды. Ана кісілерді солай ауырып, солан. Сол басында бір жұма жаттық, палатқа құрып, сол басында емделіп, онда басында балшығы болды бірсі. Бір қоңырлау келген сондай, ол сонда қотыр аллергияларға жазатын. Тері ауруларына жақсы еді. Тері ауруларына жақсы. Сонда көп кісілер қайда араң басына сыймайды кісі деген. Қақтап, палатқа құрып жағалай жаттық сол жерде. Сол бір жұма емін алып, содан кейін қайттық сол жерден сол. Содан кейін де міне енді былтыр осыны инстаграмнан көріп, сен баланы ылғи көрем, сөйлеп жатқанды, сол жаңа танып қойдың ғой сосын. Сен баласың ба деп. Сонан былтыр көрдім де айттым, балалар, мына баяғы біз барған 86 жылғы су екен. Ана бұлақтан шығыпты, сол Қазығұрт деген жер міне, мына жері бәрі сол барған жеріміз. Есіме түсіп жатыр десеңші, жаңа жартастар. Жартастар түгел өткеніміз ана не. Тау, түгел ана көрсетіп қойдыңдар ғой. Соның бәрі көз алдыма елестеп дәл келді. Көрсетіп. Сосын енді алып ішіп жатырмын, содан бері енді. 40 жыл уақыт салыпты ғой сонда. 40 жылдан кейін қайттан қауышып жатырмын десеңші көктеп ана бұлақпен. Ол кезде де жастар өзім 30-да жаңасқан, 35 жастар. Керемет. Сол енді міне қазір ішіп қай жеріңізге пайда болып отыр қазір? Қазір енді ана өтімде құм барды. Содан кейін бүйрегімде кішкене тас. Соларға сосын асқазаным кішкене ауыратын. Аяғым ауыратын. Соның барлығына себі тиіп жатыр осы әжептәуір. Енді бойыңда қан айналдырып өзіңе бір жақсы әсер беретін шығар деп ойлаймын осы суды. Ниеттеніп ішкеннен кейін. Өзің бойың дерең сергіп, өзіңді өзің сол. Мен аяғымда да осы алдыңғы жылдарда қатты жүре алмай кетіп қалған. Дәрігер көрінемін мен де сонда да. Кішкене болса да осыны ішкеннен бері әйтеуір өзім ойлаймын. Жақсарып жатсыз ба? Кішкене ақырын, кішкене таяқсыз қалқай бидің үстінде жүре аламын. Далаға таяқпен. Алдыңғыдан қарағанда. Алдына қарағанда бұл жаққа ақырын жүріп, кішкене таяқсыз далаға таяқ ұстап шығады. Бойыңды сергітіп өзіңе күш қуат беретін әлі бар сияқты ойлаймын енді. Сондай қасиеті бар енді. Керемет. Су болмайды ғой. Бұлақтың суы. Керемет, керемет. Қаншама халық ішіп жатыр енді. Барлығына ем болсын. Барлығына да. Рахмет сізге. Сәуле апам, Сәуле ғой есіңіз, дұрыс қой. Бұл кісімен қазір ғана мен доставка жасап жүрсем, кештетіп Астана қаласы ішінде. Осы кісі мені танып, осылай рұқсатын сұрап түсіріп жатырмын. Ойлаңыздаршы, 1986 жылы Екібастұздан Шымкентке барады, сосын Қазығұртқа, осы ауылдағы таудың басында Көктөбе Анабұлақ суына барады. Және сондай керемет ол кезде де аллергиясына, асқазанына, тері ауруларына ем табады. Сол жердегі қаншама адамдарды да көресіздер ғой, емделіп басында жатқан. Оның бәрі жайдан жай жатқан жоқ. Яғни сол кезде мысалға бауыр аурулары болды. Емін көргеннен кейін қаншама адамдар жаңа сол басына барады да жатады. Сол сияқты ғой. Қазір де Аллаға шүкір, енді 30-40 жыл араға салып, енді Союздың адамдары одан кейін жауып тастайды цементпен, бетонмен, бұлақтың басын жауып тастайды. Адам көбейіп кеткеннен кейін қайтара алмай қалады. Сосын Аллаға шүкір, қазір 30 жыл араға салып, 35 жыл араға салып, осы 3 жылдан бері дәл осылай сіздерге жүйелі түрде, тұрақты түрде өз дүкендерімізді, сенімді дүкендерімізді демалыссыз жұмысын жасатқызудамыз. Төмендегі номерлерге жазыңыздар, ресми дүкендерден келіп алуға болады. Бұлақтың басынан барып, ол әуре болып, уақыттарыңызды, энергияңызды құртпай-ақ үйде отырып, дәл осылай сіздерде емделуге мүмкіндік бар. Яғни уақытты жоғалтпаңыздар дегім келеді. Енді өзіңізді танитын таныс достарыңызға ұялмай айта аласыз ба, апа? Өзіңізде жасыңыз 75-ке келген екенсіз.
көбісі сенбейді, ой өтірік дейді да, бізге жазады. Жоқ, енді мен көргенімді рас, өзім көзіммен көргенімді айтып отырмын. Енді ем болсын, барлығын алып ішсін, ертеңше өздері енді ем болады. Жақсы. Бәрі судың бір жұмсақтығы, бір несі бар ғой, ішкен кезде. Өзіңе бір сондай бір жақсы не береді. Фильтрдің суын ішесіз ба одан кейін? Іше алмаймын. Іше алмай қаласың, не? Тұрған сияқты болып тұрады, бірақ оған дейін фильтрдің суын іштіңіз ғой. Ішіп жүрдің ғой енді бұрындарда. Одан кейін мынаны ішкеннен кейін уже іше алмай қаласың. Мынаған нетіп алғам, аңсап тұрасың, ешкім деп шөлдеп тұрасың. Қазір енді басындағы таңертең түсті кешке ішем ғой, енді табақ алдынан. Артынан да ішем, шөлдеге де іше берем, қай уақытта болса да. Өзім бір сондай есемді. Бітіп қалса бітті, балалар сразу балдырып отырады. Су бітіп қалыпты, деп алып келеді, сосын жарайды, енді соны ішіп жатырмын, енді ем болсын. Иә, ем болсын, ем болсын. Басында өз белгілері бар, бұлақтың басында шығады да, крышкасында және айналдыра өз белгілері бар. Астында даталар қай күндері шыққаны жазылады. Мынада қазір сізде қараңыз, 1 май мына жерде сызылғанда, мына жерде 12-ге дейін бар да, 5-ші ай сызылған, 25-ші жыл сызылған. Яғни 1 май күні құйылған екен бұлақтың басында. Бүгін нешесі? 8-і ма? 8 күн болған ғой сізге су. Енді пластмасса ыдыспен ішпеу керек деген кісілер, енді осынша кісі, мысалға бұл кісінің өзі де, Сәуле апамыздың өзі де 1 жыл бойы осы пластмасса ыдыспен ішіп емін көріп жатсыз ғой, дұрыс па? Бүкіл әлем пластмасса ыдыспен пайдаланып жатыр. Сондықтан да желеулетпей осындай ұсынып жатқаннан кейін шетелден келіп жатқан газды бояу сусындарды ішкенше дәл осындай өзіміздің табиғи өнімді ішіңіздер. Себебі медицинада да дәлелденген нәрсе бар екен да, ДНК-сына, яғни әр адам өз табиғатынан шығып жатқан геніне сәйкес табиғи өнімдерді пайдаланса, сол шипа болады, яғни емін көреді деп айтады екен. Медицинада дәлелденген екен өз жерінен. Әйтпесе Америкадағы заттар мысалға бізге ол әсер етпеу мүмкін да, ал өз жерімізден, өз ДНК-мызға сәйкес осындай өнімдер болғаннан кейін пайдалану керек. Дұрыс пайдаланыңыздар, ішіңіздер, ем болсын, барынша таратып, өз ресми дүкендерімізде сіздерді күтеміз. Парақшаға міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Көктөбе Ана бұлақ.